Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда кеспе көже тағамы. Бұл тағамның жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай көкөністерді осылай ұсақтап, майда бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Бүгін менде бұл тағамға қойдың етін қосатын боламын. Қойдың етін осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Қазанға 100 граммдай сұйық майды құйып, май қызған соң үстіне етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Етті барынша жақсылап қуырып аламыз, яғни еттің сөлі бөлініп, тартылып бастаған соң үстіне пиязымызды салып, пиязды да пияз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Тағамыздың қуырылу барысында татымына қарай тұзымызды және дәмдеушілерді қосатын боламыз. Мен тағамдарыма ылғи зира және кинза дәмдеушілерін қосатын боламын. Бұл дәмдеушпен еттің де тағамның да дәмі өте ерекше болып шығады. Пияз жақсылап қуырылған соң енді үстіне сәбізді салып қуырамын. Енді тағамымызға қызарып өте әдемі реңк беру үшін қызанақ және томат пастасын қосамын. Томат пастасын қоспауларыңызға да болады, бізге томат пастасын қосқан өте ұнайды. Барлығын жақсылап араластырып қуырып болған соң 5-10 минутқа бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Ет пен көкөністер қуырылып болған соң енді үстіне салқын су құямыз. Бұл жерде суды өз қалауларыңыз бойынша құйсаңыздар болады. Қайнап жатқан сорпаға картопты салып, ары қарай баяу отта қайнатамыз. Енді қамырын жасауға кірісеміз. Бұл жерде менде 1 жұмыртқа, 100 грамм су және шай қасық тұз қосамыз. Үшеуін жақсылап араластырып, ұнын қосып, қаттылау етіп қамыр елеп аламыз. Оның бәрін қосып жерме, осылай аз-аздан қосып елесеңіздер, өте жақсы араласып, елеуге ыңғайлы болады. Қамырын барынша қаттығы билейтін болсаңыздар, қамырды сорпаға салған кезде езілмейтін болады. Ал жұмсақ болса, қамырларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Иленген қамырымызды 5-10 минутқа тұндыруға бетін жауып қойып қоятын боламыз. Үйі қанған қамырды осылай қолдың көмегімен бірінші жайып аламыз, яғни жаюымызға ыңғайлы болу үшін қамырды басып жалпақтап аламыз. Сонан соң осылай қамырды қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жайып, ортасына ұнымызды себеміз. Яғни кеспені кесу барысында қамырымыз жабысып қалмайтындай ортасына ұн сеуіп аламыз. Дайын болған қамырды енді барынша ұсақ етіп турап аламыз. Видеода байқағандарыңыздай қамыр бір-біріне жабыспай, шашыраңқы әдемі болып тұр. Қамырды сілкіп, яғни ұнынан тазартып аламыз. Дайын болған қамырды сорпаға салып пісіретін боламыз. Сорпаны барынша қатты қайнатамыз, сонда қамырымыз жабыспай пісетін болады. Осылай видеода көрсетілгенде себелеп, арасын араластырып, жабыс қалмайтындай қайнатып пісіреміз. Тағамымыздың пісуіне 5 минут қалған кезде болгар бұрышы мен чеснокты қосып, бір қайнатып, тағамымыздың астын өшіретін боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Дайын болған тағамымыздың бетіне ас көкпен ұсынсаңыз өте дәмді болады. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге ас болсын.